Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайы, Алматы қаласы, Самал бір ықшам ауданы, Назарбаев даңғылы 44-ші үй мекенжайында орналасқан болатын. Мұражайдың қазіргі ғимараты 1985 жылы пайдалануға берілді. Ғимараттың сәулетшілері Ратушный, Мустафина және Рызгалиева болды. Ғимараттың құрылысында Қазақстанның ұлттық сәулет өнерінің элементтері қолданылған. Ғимарат 3 қабатты және табиғи ландшафтқа сәйкес салынған. Мұражайдың қорында 300 мыңға жуық экспонат бар. Сонымен қатар мұражай ғылыми зерттеу мекемесі ретінде де қызметін атқарады. Мұнда археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп, тарихи жәдігерлер зерттеледі. Сонымен қатар мұражайда түрлі көрмелер, лекциялар жүргізіледі. Қазақстан қонақүйі Алматы қаласының ең танымал сәулет нысандарының бірі. Құрылысы 1975-1977 жылдары салынды. 1977 жылы ашылып, биіктігі 2 метр 26 қабаттан тұрады. Достық даңғылы бойында орналасқан. Сәулеттік ерекшеліктері кеңестік модернизм стилінде салынған. Сейсмикалық төзімді темірбетон қаңқамен тұрғызылған. Үстіңгі бөлігінде тәж пішінді фасады ғимараттың айрықша белгісі болып табылады. Қызметі 4 жұлдызды қонақүй. Ішінде нөмірлер, мейрамханалар, конференц-залдар бар. 26 қабаттан қаланың панорамалық көрінісі ашылады. Маңызы Алматының сәулеттік символы. Туристер көп келетін орын болып табылады. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейі. Қазақстандағы ең ірі көркем өнер музейі. 1976 жылы ашылған, Алматы қаласында орналасқан. Музейге қазақ бейнелеу өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеевтің есімі берілген. Сәулет ерекшелігі ғимарат заманауи стильде салынған. Кең және жарық залдар, тұрақты және уақытша көрмелерге арналған бөлмелер бар. Коллекция. Қазақ бейнелеу өнері, мүсін, графика және сәнді қолданбалы өнер туындылары. Шетелдік классикалық және заманауи өнер туындылары бар. 25 мыңнан астам экспонаттар сақталған. Маңызы Қазақстан мәдениетінің маңызды орталығы. Өнерді насихаттап, көрмелер, дәрістер және мәдени іс-шаралар өткізеді. Көптеген туристер мен өнерсүйер қауым келетін танымал орын. Алматы театр. Алматы қаласындағы заманауи театр. Мекенжайы Әл-Фараби даңғылы. Ашылған жылы 2022 жыл. Орын саны 700 адамға жуық. Алматы қаласындағы ең жаңа және заманауи мәдени нысандардың бірі. Бұл театр көп функционалды бағытта салынған. Мұнда балет, мюзикл, концерт, түрлі мәдени іс-шаралар мен форумдар өткізіледі. Ғимараттың сәулеттік шешімі заманауи стандарттарға сай жасалған. Сыртқы келбеті жеңіл әрі ашық стильде. Үлкен шыны фасадтар мен жарық бағыттары кеңістікке әсем көрініс береді. Ішкі бөлігі жарық, кең және көрермендерге жайлы орта қалыптастырады. Заманауи акустика мен жарық жүйелері сахналық қойылымдарды әсерін күшейтеді. Халық арена. Алматы қаласындағы көп функционалды мұз сарайы. 2016 жылы 2017 жылы болатын қысқы универсиадаға арнап салынған. Бұл кешен мұз хоккейі, мәнерлеп сырғанау, футзал, бокс, күрес, волейбол және баскетбол секілді түрлі спорт түрлерінен жарыстар өткізуге арналған. Сондай-ақ концерттер мен мәдени іс-шаралар ұйымдастыруға да мүмкіндік береді. Сонымен қатар құрылыс құны 23,4 миллиард теңгені құрайды, жалпы алаңы 11 гектар. Алматы қаласы Құлжа тракты мекенжайында орналасқан. Жалпы ғимараттың 60% отандық материалдардан, ал шатыр Германиядан жеткізілген арнайы металл профильдерден салынған. Құрылыстың тұрақтылығы мен қауіпсіздігі заманауи инженерлік шешімдер арқылы қамтамасыз етілген. Қысқаша айтқанда, халық арена архитектурасы спорттық қажеттіліктер мен көрермен ыңғайлығына заманауи эстетикамен біріктірген кешен ретінде өте ерекше болып табылады.
Вознесенский кафедральный собор. Алматы қаласының орталығында 28-ші Панфиловшылар саябағында орналасқан православтық шіркеу. Бұл ғимарат қаланың басы тарихи және архитектуралық ескерткіштерінің бірі болып табылады. Собордың құрылыс тарихы 19 ғасырдың 70 жылдарынан басталады. Собордың архитектурасы орыс православтық стилінде салынған. Ғимараттың сыртқы келбеті түрлі түсті күмбездермен, алтын күмбездермен және ағаштан жасалған ою өрнектермен безендірілген. Ішкі жағы да бай безендірілген, иконостас, қабырға суреттері және басқа да діни туындылармен толықтырылған. Қорытындылай келе, Вознесенский кафедральный собор Алматы қаласының тарихи және мәдени мұрасының маңызды бөлігі болып табылады. Дворец школьников Алматы қаланың мәдени және білім беру орталығы болып табылатын балалар мен жасөспірімдерге арналған қосымша білім беру мекемесі. Ол Алматы қаласының Медеу ауданында Достық даңғылы 124 мекенжайында орналасқан. 1983 жылы құрылған болатын. Ғимарат спираль тәрізді композициямен салынып, ортасында 21 метр диаметрі бар күмбезді зал орналасқан. Сонымен қатар, мұнда 80-нен астам үйірмелер мен секциялар жұмыс жасайды. Олардың ішінде музыкалық бөлім, өнер бөлімдері, ғылыми-техникалық бөлім, спорт, экология, туризм және өлкетану, биология секілді бөлімдер жұмыс жасайды. Жалпы бұрынғы атауы Республиканский дворец пионеров и школьников болатын және 2009 жылдан бастап Дворец школьников деп аталып кетті. Дворец школьников балалар мен жасөспірімдерге арналған қосымша білім беру саласындағы жетекші мекеме. Әртүрлі бағыттар бойынша ұсынылатын үйірмелер мен секциялары Алматы қаласының мәдени және білім беру өмірінде өте маңызды орын алады. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры. Қазақстандағы ең көне әрі басты мәдени ошақтардың бірі. 1934 жылы ашылған, 1941 жылы жаңа ғимарат салынды. Алматы қаласының орталығында орналасқан. Сәулеттік ерекшеліктері қазақ ұлттық өркениеттері мен классикалық стиль үйлескен. Үлкен сахна, фойе, зал ұлттық нақышта безендірілген. Маңызы мен қызметі Қазақстандағы опера және балет өнерінің алғашқы орталығы. Мұнда әйгілі спектакльдер, концерттер өтеді. Көптеген атақты әртістердің шығармашылығы осы сахнада басталған. Мәртебесі 1945 жылы академиялық атақ берілді. Театр ұлттық мәдени мұраның маңызды бөлігі болып саналады. Алматы қаласының орталық мешіті. Қаланың ең үлкен әрі ең әсем мешіттерінің бірі. 1999 жылы салынған. Қаланың ескі алаңында Абылай хан мен Пушкин көшелерінің қиылысында орналасқан. Бір мезетте шамамен 7000 адам сыйып кетеді. Сәулеттік ерекшелігі мешіт шығыс және ислам сәулет өнерінің үлгісінде салынған. Негізгі күмбезінің биіктігі 36 метр, диаметрі 20 метр, 47 метрлік меняр бар. Ақ мәрмәр және көгілдір мозаикалармен әсем безендірілген. Маңызы Алматы қаласының рухани орталығы болып саналады. Мұнда жұма намазы, діни мерекелер, уағыздар, қайырымдылық шаралар өткізіледі. Рикс Алматы қонақ үйі Алматы қаласының орталығында орналасқан сәнді 5 жұлдызды қонақ үй. Оның архитектурасы қала келбетіне айрықша әсер етеді. Ғимараттың дизайны мен құрылымы заманауи және дәстүрлі элементтердің үйлесімін көрсетеді. Ғимараттың биіктігі мен құрылымына келетін болсақ, Рикс Алматы 12 қабатты ғимарат болып табылады. Оның ішінде 3 жертөле қабаты, 1 техникалық қабат және 8 қонақ үй бөлмелері орналасқан қабаттар бар. Ғимараттың жалпы құрылыс алаңы 55 мың шаршы метрді құрайды. Ғимараттың алдыңғы фасады толығымен классикалық стильде жасалған, ал артқы фасады толық әйнек тұратын қабырға арқылы заманауи көрініс береді. Сонымен қатар ғимараттың ортасында орналасқан атриум кең және жарық, қонақтарға жайлы атмосфера сыйлайды. Интерьерде дәстүрлі және заманауи элементтердің үйлесімі байқалады. Бұл қонақ үйге ерекше сән береді.